Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен жұмыртқасыз брауни жасаймыз. Ол үшін алдымен құрғақ ыдысқа құрғақ ингредиенттерімізді, яғни какаомызды, қантымызды, ұнымызды және содамыз бен разрыхителімізді саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Енді осы қоспамызды араластырып, сұйық ингредиенттерімізді құямыз. Алдымен сұйық майымызды, суымызды, және қаймағымызды саламыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, менде 15%. Енді осыны жақсылап миксерлейміз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз сұйық та емес, қою да емес, орташа, яғни қоймалжың болып шықты. Енді формамызға май жағып, қамырымызды құямыз. Менде форма 26 диаметрлік. Егер сіздерде формаларыңыз үлкен болса, жаңағы айтылған ингредиенттерді екі еселейсіз. Пешімізді алдын ала 170 градусқа қоямыз. Міне дайын болған қамырды осылай құйып, алдын ала ысытылған пешке формамызды саламыз. Сіздің пешіңіз қатты немесе баяу қызуы мүмкін, сондықтан да формамызды қарап отырамыз. Пирогымыздың піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Егер ағаш таяқшамыз құрғақ болып шықса, демек пирогымыз пісті деген сөз. Енді глазур дайындаймыз. Ол үшін алдымен сүтімізді, қантымызды, какаоны және сары майымызды салып, ыстық пеште қайнағанша ұстаймыз. Және де айта кететін жай, міндетті түрде араластырып тұру керек. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді осыған алдын ала қайнап 5 минуттай өшіріп қойған глазурымызды бетіне құямыз. Және силиконды күрекшемен бетін тегістеп әдемілейміз.
Міне біздің жұмыртқасыз брауниміз дайын болды. Енді осыны 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып алыңыздар. Глазуры сіңіп, жақсы болып тұрады. Ас болсын жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.